Роднойлар, мына автокөліктің тұрысын қарасаңыздар, таза мультфильм тұрыс болып тұрға, сап-сары келген Спанч Боб секілді. Енді бұл автокөлік біздің бала кезден, біздің есімізде қалған автокөлік деуге де болады. 31-ші арнадан бұның киносын берген болатын. Енді кинодағы ескі түрі, бұл рестайлинг түрі деуге де болады. Бұның ойыншықтары да өте көп еді. Осындай сап-сары келген бұл автокөліктің атауы Volkswagen Beetle автокөлігі екен. 2000 жылы дүниеге келген 2 литрлі бензин қозғалтқышымен, алдыңғы жетектеу өзіне жарасында титановый дисклермен. Мына автокөлікті қарасаңыздар, үйде ойыншықтар жаман көп еді. Осы автокөліктің шамдары линзалы келген, күндізгі жарық шамдарымен, туманка қамтамасыз етілген, осындай необычный, көзге бірдестен түсетін автокөліктердің бірі. Өте ықшамды, біздің әпке қарындастарымызға да өте жақсы бір варианттың бірі деуге болады. Қарасаңыздар, бір үйшік сияқты өте тамаша автокөліктің бірі. 2 литр бензин қозғалтқышымен бұл автокөліктің бағасы 3 миллион 490 мың теңге. Алғашқы жарнасы 10%-дан бастап, рассрочкаға да, наличка, кредитке де қарастыра берсеңіздер болады. Құлақтарын реттеу батырмасы, стекло подъемниктармен, багажниктарын бакта ашу және ішкі салондарын қараңыздар, өте тамаша. Бисмилля, шамдарын реттеу батырмасы. Бұл автокөлік 174 километрді жүріп өткен, 220-ға дейін шығады екен. Так, бұл жерде автомат коробка, кондер печкасы қамтамасыз етілген, штатный магнитофондармен. Торпеданы қарасаңыздар, не деген кең торпеда. Ішкі салондары өте жақсы, артқы орындықтарға да өтуге болады автокөліктерде. Так, мынаны былай көтересіздер де, артқа қарай отыра бересіздер. Сыйымдылықтары жақсы, өте тамаша. Бұл автокөлікте енді мынау крыло дейді ма? Крылолардың барлығы пластмасс болып келеді екен. Мына жақтары темір болса, мына крыло, алдыңғы крыло, артқы крылоның барлығы пластмасс болып келеді екен. Енді білген соң келген екен. Бұл автокөлік міне, уважай меня дейді, біздің әпке қарындастарымызға өте жақсы автокөліктің бірі. Арты бір басқа жағы өзгеше келген автокөлік. Volkswagen автокөліктері таңғалдырудан шаршамайды. Мынаны қараңыздар, багажникті ашу үшін мынаны көтересіз, және де мынаны бір басасыз. Так, мына енді багажнигі ашылды. Мынаны қараңыздар. Не деген колонка, өзінен дәу колонка. Мына жерде 2-бірдей колонка, запаска ключтер барлығы қамтамасыз етілген, баланың коляска, сумкалары барлығы сияды. Өте жақсы келген. Осындай Volkswagen Beetle автокөлігі сатылымда, достар. Келіңіздер, көріңіздер, достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Осындай необычный автокөлік сатылымға келіп қалды. Түрінің өзі айтып тұрғанда мультфильм болып тұрған. Мына жақты қарасаңыздар, Геленвагенда отсын деп, мынаны істеп қойған, тура геліктегідей. Мынаны ұстап отырады алдындағы адам. Айырбактары барлығы өз орнында. Өте тамаша осындай. Мынаны қатырыпты кәдімгідей, тура геліктегідей. Есіктерінің обшивкалары да жақсы. Мына есіктері енді полностью темір. Мына жақтардың барлығы темір, капот темір. Тек қана крыло, 4 крылосы, бамперлері барлығы пластмасс деп айтуға болады, достар. Келіңіздер, сіздерді күтеміз.